Америкада дүниеге келдім. Америка өте қатты ұнайды. Және де ол жерде французский тілді үйреніп, мен французский тілінде өте қатты үйренген. Және де мен ұнайтын ісім ол менің суретке түсуім. I got stamina. Oh, wanna know I close my eyes, but oh, I got stamina. Және де менің екі құрбым бар. Олар қазір Италияда. Мен Италияға барып көргім келеді. Бірақ та ояқта қаншама нәрселер бар. Мен мысалы ояққа барғым келсе, сол достарыммен сөйлесетін едім. Менің достарым және де Исландия тілімен сөйлейді. Мен олармен бір кезде түсініксіз мысалы мен олар маған басқаша сөз айтқанда мен оны басқаша тілде ойлап қаламын. Мысалы Элма дегенде ол алма дейді екен. Мен Элма деген адамның аты деп ойладым. Бірақ ол адамның аты емес екен. Сол кезде олар маған Элма деген әкеп бер деді алманы. Сосын мен оған Элма менің досым деді. Сосын олар маған біртүрлі қарап тұрды. Мен сосын менде өте қатты қобалжым да жер астына кіріп кетейін деп ойладым. Және де менің достарым Исландияда. Мен және де фотошопты өте қатты жақсы көретін. Және де менің бөлмем бар. Біз анам екеуміз күніге орманға қыдырып баратынбыз орман жаққа. Маған ояқ өте қатты ұнайды. Өйткені ол жер тыныш және самал. Маған және де ол жерде жуынға ұнайды. Бірақ та мен жуынға қатты жиіркенемін. Өйткені ол жерде қаншама құрттар өмір. Ал кәдімгі бассейнге де жуынуға болады. Және де біз оларға бірге барған кезде менің күнімде өте қатты жақсы. Және сіздерге айттым ғой, бұл менің бөлмем. Және де менің достарым олар басқаша сөйлеседі. Мысалы менің бұл досым бұл өте қатты жақсы қыз. Және бұл қарапайым. Өйткені маған қарапайым достар ұнайды. және де мені ең тентек досым. Ол телефон шыққанды жақсы көреді. Даже смартфоннан баса алмайды. Ал біз үшеуміз фотоға түскен суреттеріміз көп. Мысалы сіздерге оларды мысалы біз әр кезде кездескенде суретке түсетінбіз. Біз Исландияға мен барған кезде олармен суретке түскем. Бірақ ол суреттің қазір олардың телефонында. Маған және де екі досымен көп кездесем. Өйткені екі досым мені өте қатты жақсы көреді. Мен де оларды қатты жақсы көремін.